Белгілі инженер Ақтөбе облысының құрметті азаматы Ян Тампайұлының құрметіне ескерткіш тақта орнатылды. Мемориалды тақта өзі тұрған көп қабатты үйдің қабырғасына ілінді. Ашылу салтанатына әріптестері, жақындары мен үзеңгілес достары жиылды. Саналы ғұмырын өңірдің өркендеуіне арнаған Ян Тампаевтың туған жері Темір ауданы. Ленин атындағы Қазақ политехникалық институтын Тау-Кен инженер-техника мамандығы бойынша бітірді. Еңбек жолын электрик болып бастап, бас инженер, бас технолог қызметтерін абыроймен атқарды. Қарап отырсам, білімінің барлығы сай келіп, осы облысымызда үлкен қызмет істеді. Еңбек жолын кішкентай жай ғана электрик, кен шебері, жай инженер, технологтан бастап 1970 жылдан резервке ілігіп, Ақтөбе қалалық атқару комитет төрағасының бірінші орынбасары. 1982-85 жылдары Қазақстан Компартиясы, міне Фрунзе аудандық партия комитетінің бірінші хатшысы, 85 жылдан бастап Ақтөбе облыстық атқару комитет төрағасының бірінші орынбасары, облыстық жоспарлау комитетінің төрағасы қызметтерінде болған. Тұлғаның ерен еңбегі еленіп, мемлекет тарапынан құрмет, еңбек қызыл ту ордендерімен марапатталған. Жиылғандар ыстық естеліктермен бөлісті. Ағамыз, жаңа айтып кеткендей, ағаларымыз елге қадірлі болған, елге құрметті болған, елге еңбегі сіңген. Кешегі анау совет дәуірінен бері қарай өткенде, кешегі мына тәуелсіздікте 91 жылы тәуелсіздікке енді өткенде, еліміздің экономикасы, саяси жағынан, басқа жағынан бір күрделістер болып тұрған уақытта, сол кезде кәдімгідей арғымақтың үстіне мініп тақымын қысып тұрып, сол ағамыз өзі белшесінен батып еңбек еткен. Елдің экономикасы көтеруіне үлкен үлес қосқан. Инженер деп тек қара сөзбен айтып кету емес, бұл жалпы адами тұрғыда, адами қалыптасқан бір үлкен инженерлік білімі бар, ұстанымы бар ағамыз болатын. Бүгінгі қойылған ескерткіш тақта Ян Тампайұлына деген зор құрметтің айғағы болды. Райгүл Еншібай, Самат Қалекенов, Ақтөбе телеарнасы.